إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Sahih'ta hadiste Nabi sallallahu aleyhi ve sellem aytadı. Medine ol Allah subhanahu wa ta'ala haram kılgan yer. O men ahdese biha hadesen, kimde kim ol yerde hadas istese, av ava muhdisen, sol hadas iyesine jardam berip, жағдай жасап birge bolsa, fa alayhi la'natullah wal malaikati wan nas ajma'in. Oğan Allah'tın laneti boladı. Және feriştelerдің және adamdардың барлығын laneti boladı. Men ahdese fil medineti hadesen, kimde kim Medine'de hadas istese, hadas degeni iki mağanada. Ol bid'at isterin istep, dindi özgertip, Allah'tың және пайғамбарының dininin atı menen şariatқа қарсы сенім ақида бабында немесе манхаж, маслак, жол ұстану бабында бид'ат қылған адамдар кіреді бұл жерде. Бұл бір мағанасы. Екіншісі хадас. Бұл жерде Мединеде фитна қылатындар, бұзғыншылыққа себеп болатындар және қан төгуге алып баратын істерді істейтіндер туралы айтылып жатыр. Мединенің Аллах субханаху ва тааланың алдында құрметтілігі соншалық дәрежеде, онда өзі көгеріп шыққан шөпті, ағашты кесу арам. Мединенің, яғни сол шекарасының ішінде жайылып жүрген егер әртүрлі аң аулау үшін мүмкіншілігі болған айвандар егер жүрсе, оған да тию арам. Бәлкім сол Мединеде адам соғыс қылмаса да, соғыс үшін қару көтеріп жүру арам. Соншалық дәрежеде Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu aleyhi ve sellem hicret kılıp kelgen жерді өзі қорғап, оны осыншалық дәрежеде құрметті қылып көтеріп қойған. Бірақ Allah subhanahu wa ta'alaға болған иманда қатекер болған, Наби саллаллаху алейхи ва салламның сүндетінде адасушы болған қауымдар бұндай шариғатта анық шектеліп қойылған нәрселерден асып өтеді. Оларға көңіл бөлмейді. Себебі бұндай адамдардың сенімдері, бид'аттары
олардың көздерін соқыр қылып, шариғат көрсетіп қойған жолды, Құранды, хадисті көре алмайтын, жүректері оны түсініп қабылдай алмайтын болып қалады. Аллах айтқанындай, «Иннаха ла та'мал абсар», соқыр болатын негізінде көздер емес, «Валакин та'мал қулубу лати фис судур», көкіректердегі жүректер соқыр болады дейді. Содан кешегі күнде болып өткен нәрсе, Аллах субханаху ва тааланың ләнетіне жолыққан періштелердің және бүткіл адамдардың барлығын ләнетіне жолыққан адамдардың ісі. Себебі Наби саллаллаху алейхи ва саллям бағанағы хадисте «Фа'алейхи лә'натуллах», бұндай адамға Аллахтың, періштелердің және бүткіл адамдардың барлығын ләнеті болсын деді. Аллах өзінің рахметінен айдаған адамдар. Хадистің ар жағында Аллах олардан «Ла яқбаруллаху минхум сарфан ва ла адла», Аллах олардан ешқандай парыз амалды да, нәфіл амалды да қабылдамайды деді. Бұл қауымдар ешқандай бір шариғаттағы шекараны білмейді. Арам не екені, адал не екені өзінің нәпсі, хауасы. Рамазанның басында, ақырғы 10 күннің бас жағында кейбіреулері өзінің әке шешесіне қару көтерген еді. Рамазанның ақырында осындай бір сұмдық қара бүткіл діндер адамдардың ішіндегі ақылдыларының барлығы қаралайтын дәрежедегі жаман істі мына елде көрсетті. Бұл испаттаса бір нәрсені испаттайды ақиқатта. Бұл қанқорлық, қазіргі күнде терроризм деп айтылып жатқан істің елі жоқ, ұлты жоқ. Оның орны немесе байлайтын бір азаматтығы жоқ. Бәлкім ол Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтқан сыртқы көрінісінде ибадаттықпенен, тақуаменен болса да, негізінде денесі адамдардың денесі болып, жүректері шайтандардың жүрегі болып қалған адамдардың ісі болды. Және болар өздерінің осы істерімен дәлелдеп берді. Аллах субханаху ва таала шариғат қылған діннен болар өте ұзақ. Наби саллаллаху алейхи ва саллям қалдырған сүннеттен, әхлі сүнна вал жамааттың жолынан болар өте ұзақ адамдар. Және Аллах субханаху ва таала боларды ләнеттеген адамдар, оны айтып өттік. Олардың ешқандай осы істеріменен көрініп тұр. Әхлі сүннаға қазіргі күнде айтылып тұрған сәләфилерге ешқандай қатысы жоқ. Себебі мына жердегі, осы елдегі ғалымдар, тіпті мемлекеттің өзде әхлі сүнна вал жамааттың және сәләфі салихтың жолын қолдайтын адамдар жалпы. Егер осы такфирилер, хауариждер, тозақтың иттері егер сәләфилікке қатысы болғанда,
сол істерін осы жерлерде істемеген болатын. Олардың істеген істерінен әрбір көзі ашық адам біледі. Олардың ешқандай әхлі сүннаға, салафи салихқа еріп жүрген адамдарға, олардың ғалымдарына ұзақтан да жақындан да қатысы жоқ. Бәлкім сәләф ғалымдардың кейбіреулері мұсылмандардың осындай қандарын адал қылып, өздеріне өлтіруді шариғат қылып, дін қылып алатын адамдардың нәтижесін күфірмен белгілеген ғалымдар бар. Тіпті қазіргі күнге шейін біз білген сәләфи ғалымдардың кейбіреулері бұл хауариждерді исламның сыртында деп есептейді, кәпірлерден деп есептейді. Мұсылмандардың қандарын өздеріне адал қылып алғандығы үшін. Наби саллаллаху алейхи уассаламның хадисіне сүйеніп, егер олар шықса қайтып кірмейді деген мағынада. Яғни олар осындай істеріменен, осындай сенімдеріменен діннен шығып кетеді деп. Олардың мұсылмандық немесе кәпірлік мәселесінде ғалымдардың арасында хилаф бар. Хилаф болғанның өзі олардың жағдайлары дүниеде де, ақиретте де өте қатерлі екенін, яғни сондай екеніне белгі болады. Және өткендегі сөзді қайталап өтеміз. Бұл қауымдар өзі өлеме, өлтірілеме, осы жердегі ең өлтірілген, өлген адамдардың жаманы. Олардың қолында, солардың қаруыменен өлген мұсылмандар болатын болса, Наби саллаллаху алейхи уассалам айтқандай, ең абзал өлген адамдар. Әсіресе тыныштық, амандықты қорғау үшін, солардың жамандығынан елді сақтау үшін, соның жолында қайтыс болған өкімет иелері болатын болса, олар әрі істеген істеріне, ниеттеріне жараса ажыр алса, екінші жағынан осындай бір адасушы болған қауымдардың себебіменен қайтыс болғаны олар үшін үлкен жақсылық. Себебі бағанаға айтылғандай, болар жерде өлтірілген адамдардың ішіндегі ең абзалы болып есептеледі. Бұл сөзді өткенде хауариждер біздің елімізде, Қазақстанда істеген істерінің артында айтқан болатынбыз. Содан біз білуіміз керек, бұл сенім, бұл ақида өте қатерлі ақида болып есептеледі. Сахабалар да өздерінің уақытында бұлардың қатерлі екенін білген. Олардың біреу айтады, егер сырт жақта Аллахқа кәпір болған, негізі күфірде жүрген халықпен соғысуменен хауариждер болатын болса, бірінші болып хауариждермен соғысқан болатын едім дейді. Себебі болар исламның атыменен, исламның ішінен бұзғыншылық қылатын ең жаман халық. Сол үшін де әсіресе жастарымызды бұндай пікірден сақтау үшін әрекет болу керек. Сол үшін де жастарға Аллах субханаху ва таала оны пайғамбар алейхиссалату вассаламға түсіріп, қияметке шейін сақтап қойған ахлі сүнна вал жамааттың сенімі, Құран хадистің негіздерін таратып, оларға дұрыс сенімді үйретуменен тәрбиелеуге әрекет қылу керек. Егер қай жерде
осы білім иелері дұрыстап шариғатқа сай тәрбие жүргізсе, сөзсіз ол жерде басқа жерлерден көре жамандықтар азырақ болады. Сөзсіз Аллах субханаху ва таала өткен күндердегі болған жағдайлардан әрбір мұсылман елін сақтасын. Бұл Аллах субханаху ва тааланың ләнетіне жолыққан халықтардан әрбір мұсылманды сеніміменен де, амалымен де өзі аулақ қылсын. Аллаху алам.